Мойын омыртқасының табиғи иілімі, яғни физиологиялық лордоза, бас пен мойынға түсетін салмақты соққыны азайтып, дене тепе теңдігін сақтауға көмектесетін табиғи құрылым. Мойындағы омыртқа иілімінің жоғалуы, яғни мойын гиполордозы денсаулыққа төмендегідей түрлі зиян келтіреді. Жетінші, омыртқа аралық дискіде гыржаның, яғни жарықтың пайда болу қаупі артады. Мойын омыртқасының табиғи дұрыс иілімі жоғалғанда, омыртқаралық дискілерге түсетін салмақ тең бөлінбей, дискінің ауыр салмақ түскен жерінде жарық, яғни гыржа пайда болады. Дискідегі гыржа жүйке түбірін қысып, иық пен қолдың үйіп, әлсіреуіне, ұстау қабілетінің төмендеуіне әкеледі. Мысалы, адам қолына тіпті қасық ұстай алмай қалуы да мүмкін. Сегізінші, жұлынға қысым түсуі, ең ауыр асқыну жұлынның қысылуы. Бұл жағдайда қол аяқтың үйіп, әлсіреуі, аяғымен жерді басып тұрғанда, мақта басып тұрғандай сезінуі, кеуде мен арқасын белбаумен қысып байлап қойғандай қысылу сезімі пайда болады. Мұндай науқастарға келсін келмесін массаж, мануалды терапия жасауға болмайды, ауру жағдайын ушықтырып сал ауруына әкелуі мүмкін. Тоғызыншы, дене бітімінің өзгеруіне әкеледі. Еңкіштік, бастың икиіп тұруы, арқаның жоғары бөлігінде өркеш тәрізді тампақтың, яғни горбтың пайда болуы. Бұл көбіне әйелдерде кездеседі және тек сырт келбетте емес, мойын мен арқа саулығын да бұзады. Мұндай өзгерістер 1-2 рет массажбен кетпейді, керек болса ұзақ уақыт емделуді қажет етеді. Қорытынды, мойындағы омыртқаның табиғи иілісінің жоғалуы, яғни мойын омыртқасының гиполордозы немесе кері иіліп, артқа қарай дөңестеніп шығуы тек көріксіздік, ыңғайсыздық ғана емес. Бұл көптеген бұлшықет пен жүйке жүйесінің зақымдануына себеп болатын маңызды патологиялық өзгеріс. Ерте назар аударылмаса, асқынған жағдайлар ауыр әрі қайтымсыз болуы мүмкін. Ең бастысы, дұрыс дене қалпын сақтау, үнемі қозғалыста болу, емдік жаттығулар жасау арқылы мойын бұлшықеттерін күшейту және алдын алу, емделу шараларын уақытында қабылдау.